Қалау ұлттық дәстүр. Қалау жақын адамдар, дос, жаран, нағашы, жиен арасында болатын алыс-берістің ерекше бір түрі. Адамның күні адаммен деген қағида беріп орныққан қазақы ортада алыс-беріске айрықша мән беріледі. Бірі-бірімен дүние мүлік алмасу түрінде атқарылатын, яғни бірінде жоғын екіншісіне беру сияқты адамдар қатынасына дәнекер болатын мұндай үрдіс ерекше мәнге ие болды. Алыспаса беріспесе сарт болады, барыспаса келіспесе жат болады деген мақал осы жайттың мәнін айғақтайды. Дәстүрлі ортада тамыр болып достасқан адамдар бір-бірінен қымбат, асыл бұйым, текті мал, тазы ит немесе қыран құс сияқты дүниені қалап алу қалыпты жағдай болып саналған. Бірақ тамыр емес әлдекімнің және туыстарының дүние мүлкіне ешқашан қалауы түспейді. Сондықтан біреудің асыл бұйымына қызыққан адам сол үйге мол сыйлық пен мал сойып әкеліп қона жатып, ертеңінде аттанарда үй иесі қонақтарынан кетерінде бұйымтай сұрағанда ғана қонақ көздеп келген қалауын айтатын болған. Тіпті қалаулы затын алу үшін алдын ала тамыр болысып, сосын көздеген мақсатын іске асыратын да адамдар болады.